Жаңа заңда цифрлы қаржы активтерін, стейблкоиндарды, базалық активпен қамтамасыз етілген цифрлы қаржы активтерін және цифрлық нысанда шығарылатын қаржы құралдарын реттеу көзделеді. Жаңа заң цифрлы активтерді дамытудың құқықтық негізін қалайды және олардың айналымының ашықтығын күшейтеді. Стейблкоиндар нарығын реттеу, оларды шығару және айналысқа жіберу тәртібін ұлттық банк айқындайтын болады. Цифрлы қаржы активтерінің қалған екі түрін агенттік реттейді. Бұл ретте цифрлы қаржы активтерді шығаруды цифрлық платформалардың операторлары жүзеге асыратын болады. Бұл нарықтың жаңа қатысушылары, олардың қызметін ұлттық банк лицензиялайтын болады. Банктердің жасанды интеллект, киберқауіпсіздік, электронды коммерция, биометрия және цифрлық технологиялар салаларында жұмыс істейтін қаржы технологиялары компанияларына инвестициялау мүмкіндік кеңейту жоспарлануда. Мұнда инвестициялау үшін банктердің көрсетілген компаниялардың капиталына қатысу мөлшері және үлесі бойынша лимиттер белгіленген болады. Сонымен қатар, заң жобасына түзетулердің үлкен блогы ұлттық қаржы инфрақұрылымын жаңғыртуға бағытталған. Мәселен, цифрлық теңгенің ұлттық валютаның жаңа нысаны ретінде мәртебесі заң жүзінде бекітіледі. Цифрлық теңгенің айналысы мен пайдаланылу тәртібін ұлттық банк айқындайды.